Мәмен енді мынау оның туып өскен жері шамасы Оралдың Жаңағала ауданы болу керек. Соның маңайы енді. Соның маңайында кейін бейіт табылыпты деп естідік. Басына жаңағы тас қойылыпты деп естідік. Әрине ол үлкен жақсы жұмыс, салиқалы жұмыс енді. Ал Мәменнің күйлері деген бұл өзгеше тіпті. Бұл Мәменнің тартысы ешкімге ұқсамайды. Ешкімге келмейді енді. Ал енді мынау домбыра ширатылып осы тұрып алады. Ал енді оның Ақшолпан деген енді ол Мәмен күйлерінің шыңы болу керек. 17-ші жыл деген күй, 16-ші жыл деген күй, Мәменнің Сымырлақ деген күйлер деген енді ғажап қой енді. Ғажап қой. Ал бұл мынау оның Мәменнің Ақшолпанын енді мен өзінің деңгейіне тартарам деп айта алмаймын. Бұны кәдімгі күйшінің күйшісі тартар енді. Ал енді бірақ жақсы көріп тартам өзім, шын көңілімнен енді. Мәмен деген күйші динамен күй тартысқан көрмеді. Осыны Қалижан Тілеуов көріп тыңдап, жаңағы. Сол кезде қосшы бала деді Қалекең. Иә, Қалекең сол еліп жүріп, сол бір күні түсінде жаңағы Мәмен деп оянса керек. Сөйтіп жаңағы Мәменнің күйлерін. Сосын не болған кезде түсіне кіріп, Мәменнің күйлері, жаңағы тартқан күйлері, жаңағы тарамыстай шыратылған керемет күйлері, соның түсіне кіре беретін көрінеді. Соған еліп жүрген ғой Мәменге. Мәмен деген күйші енді ол теңдесі жоқ күйші болса керек енді. Мәменнің енді оның жаңағы жөні ерекше, орны ерекше. Ақшолпан күйінің өзі күй жанр саласындағы шыңы деп айтуымызға болады ғой. Иә, жалпы күй саласындағы. Жалпы күй саласындағы. Жалпы қазақ күйлерінің ішіндегі жаңағы биік шыңдарының бірі. Шоқтығы биік күйлердің бірі. Иә, әрине. Сол Тұяқберді Шәмелов ағамыздың айтуында Дина екеуі сол Қауеннің күйші Қауенні іздеп келіп, сол Қауеннің ауылында таңға дейін күй тартысып. Иә. Таңға дейін күй тартысып, Шолпан жұлдызға таңғы Шолпан атып келе жатқан уақытта осы күйді тартып Ақшолпан деп ат қойған екен. Ол сол Шолпанға арнаған және күйші Динаға арнаған үлкен бір ескерткіш деп айтты маған осы. Сонда Динаны Ақшолпан деп атап отыр ғой. Динаны Ақшолпан, күйдің Ақшолпаны деп отыр ғой. Оған теңеген ғой. Мұны естімеген едім мен мұны. Мынау бір тамаша әңгіме екен. Менде әлгі Ақселеудің жазғандары бар, екі пікір бар енді. Ол енді бұл сияқты емес енді. Ол Шолпан деген қыз дейді жаңағы. Ал енді жаңағы алғашқы нұсқасы ол мынау ертеректе 18-ші ғасырда болған оқиғаның жаңағы бір ұлы жүз бен кіші жүздің ортасында дау болып, үлкен дау болып, жаңағы жесір дауы ма, дау болған кезде сонда жаңағы осы дау насырға шауып кетіп, бірақ кейін сол жаңа Төле бидің кірісуімен басылады дейді. Сосын Төле би жаңағы мынау кіші жүздің келген уәкіліне, биіне сол Ақшолпан деген қызды жасауымен беріп жіберетін көрінеді. Сол ойыңмен естігеннен кейін шығарған екен деп. Бұл да бір біздің фольклорымыздың бір нұсқасы, бір варианты болып қалады ғой енді. Осы Мәменнің күйі Ақшолпан тартып жіберіңіз онда Қайреке. Тартып көрейін енді. Мәменнің күйі Ақшолпан.